Мәжит бар, мінекей. Тәуекел. Тұрып жатым. Бекзат пен Мариям бар. Апа покады. Армысыздар, қадірменді қазақ елі. Менің аты жөнім Ғабит Кәдірбай Жәлижанұлы. Қызылорда қаласында тұрамын. Қарапайым ғана қазақ тілі мен әдебиетінен дәріс беретін оқытушымын. Сіздерге ең алдымен мынаны айтқым келеді. Мен YouTube'қа саламын деп алғаш рет видео түсіріп отырмын. Ешқандай кәсібилігім жоқ. Бұрын тек әлеуметтік желілерден Facebook'ты ғана пайдаланушы едім. Сонда жазба жариялап, оған жазылған әрбір пікірмен басылған әрбір алғайық үшін көңіл тойдырып жүрсем, пысық адамдардың бәрі әлде қашан Instagram мен YouTube'қа ауысып кетіпті. Мен де қазір бүкіл жаңалықты тек YouTube'тан қарайтын болдым. Жақында ой келді. Ел жасап жатқан дүниені мен де неге жасап көрмеске, неге жасамасқа деген. Дереу шағын бейне камера сатып алдым да демалысқа шыққан едім, ауылға тарттым да кеттім. Кеткенде келе жатқан бетіміз осы. Біз мініп келе жатқан көлік Қазалы мен Қызылорданың арасында қатынайтын такси. Бағасы әрбір орынға 3500 теңге. Яғни 4 орындықты көлікті 14.000 теңгеге жалдайсың деген сөз. Күздігіні газ қымбаттағанда бағаны 3,5 мыңға бірақ көтерген таксистер қаңды-қаңдарда халық көшеге шығып, газ бағасы 60-қа түскенімен такси бағасын сол күйі қалдырып отыр. Такси жігіттің айтуынша, автокредитке алған көлік үшін айына 180 мың теңге төлеуі тиіс болса да, 2 айдың бірақ төлеп отыр екен. Қарыздан тезірек құтылуға болады дейді. Тек денсаулық пен темір тұлпар аман болсын, сосын жазатайым жағдайлардан Құдай сақтасын дейміз. Өзі бір басқа шопырларда емес, 120-мен ғана ауанымен жүргізетін сабырлы жігіт екен. Қарға тамырлы қазақ емеспіз бе? Сұраса келсек, Киікбай жездемнің інілері құда балам болып шықты. Төпкес, жақындап қалдық қо. Қабілет деген братишка. Мерген қайда Мергене? Мерген автоәдет топ шықтым дейді о. Жаргондармен сөйлеп. Жанқожа батыр мешіт. Ақтада дейсің ба? Рахит көл. Отырып шықты о. Отырып шықты о Мерген. Сізбен ойзе? Күнгөлде.
Тәуке, не алдың досыңа? Ту таптамады ал. Қиратып тастамады, аналар қиратады бірақ енді олар. Бесін жейді ішін ашып көреді ғой олар. Жүрсем де сағынамын гүл қалады, жусанын алашаңын. Аңсатты сағым болып ауылдай, қап кеткен бала шағым. Жетелеп қала жаққа, кеудемді алып кетті. Мен кеттім сол ауылда бірақта, жүрегім қалып кетті. Қалада күйбең тірлік ауылда, сағынып көз ілесіп, шынайы адалдықтың мекені екенін сезінесің. Жүрсем де сағынамын гүл қалада, жусанын алашаңын. Аңсатты сағым болып ауылдай, қап кеткен бала шағым. Жүрсем де сағынамын гүл қалада, жусанын алашаңын. Аңсатты сағым болып ауылдай, қап кеткен бала шағым. Қаланың тірлігі қысылтая, батырды жадау мұңға. Әжемнің шайын ішкім келеді, қайнаған самаурында. Гүл қала білім іздеп аттанған, жастардың бір мекені. Қасиет қадіріне ауылды, қарттардай кім жетеді, ай-ай-ай-ай. Жүрсем де сағынамын гүл қалада, жусанын алашаңын. Ай-ай, аңсатты сағым болып ауылдай, қап кеткен бала шағым. Жүрсем де сағынамын гүл қалада, жусанын алашаңын. Аңсатты сағым болып ауылдай, қап кеткен бала шағым. Аңсатты сағым болып ауылдай, қап кеткен бала шағым. Кім? Атады. Біздің ауылдағы үйіміз қара шаңырақ. Менің әкем
Әкемнің кішкентай немересі Жәңгір, менің балам. Бибінар. Мынау екі жігіт Қырықбазар мен Тәуекел. Ауылда үйде қорадағы кішкене жандықтар. Қандай жандықтар бар? Енді біз бақшаны көрсететін боламыз. Ой, даладың миын. Қане, мама? Oldu. Böyle vur. Мәссаған өрік жинап алыпты. Vurup жинап алды. Менің анам мінекей. Осы азаннан кешке дейін осы бақшаның ішінде. Менің Мәжит деген інім міне кетіп бара жатыр. Қазір өріктерді көрсетемін. Жерде келініміз үйдегі інімнің келіншегі сізге салып жатыр, қазір батып түсіріп алады. Түсіріп атқанымды білмейді. Қане, түсір. Жүр, алға жүр. Менің Жәңгір деген балам. Оператор. Қазір әкесін түсіріп келе жатыр. Қалайсыңдар? Мына таулардан, қара талдың жапырақтарынан кесіп, оларға тастайын деп жатыр. Бұлар не, өрістен тоймай келе ма не, Мәжит? Toyup geliyor ama. Жапырақтарын не үшін беріп жатыр? Ауыр ба? Оңалады, жақсы оңалады. Мал, А. Қаратауға жақсы оңалады ма? Қаратауға оң алады. Ауылда қалай, жердің оты қалай, жақсы ма, көгі қалай? От жақсы әбейлі. Былтыр жұтаң болып еді. Былтырдан жақсы. Жұт болып еді өткен жылы. Биыл жақсы ма? Жақсы. Мынау ма кестары қошқарың? Осы. Жасы нешеде бұның? 10 айлық па? Әлі кішкентай қосы десей. Осы қошқар мінекей кестар деген. Әлі жасы, әлі бір жасқа тола қоймаған. Нешеде? Балық қошқар есек тауады. Атады я. Мен мынау кішкентай ешкіні сипады бақада. Балам, ол ешкі емес қой. Ол қозы. Қозы? Иә? Қойдың. Қозы деді ақаста сипаладым. Дұрыс па? Дұрыс балам, жақсы көреді сипалағанды. Аналар жемеймін. Тәуке, мынау сенікі ғой? Мына серке сенікі ғой, білесің ба? Серке ғой? Міне ақ ешкі. Серке. Ақ серке біздікі ғой? Дұрыс. Ақ па? Ақ? Анау ақ сонида. Әкет сонида не бұл?
Ой, Уасамау. ой. Эй, отстой. Ау, қоспасыңа үркітесің. Уасам. Маған біреуін ұстап. Қане ұстадың? Әке? Неде маған да. Аяқтан біреуін ұстап. Қане? Маған да берсін. Қайсы ұстадың? Ане емі батыр ане? Еміп? Ане. Ням-ням ба? Ням емі жатыр. Анауды, анау бұдық еді. Кеме? Салама? Әке? Әке не бұл баласы ма не? Әрине балам. Әке не мама? Мына пеш мылқау пеш деп аталады біздің ауылда. Қазір бұл пешке от жағылмағанына енді бірталай жыл болып қалған шығар. Кемінде бір 10 жыл болған шығар деп ойлаймын. Бірақ әлі оны бұзған жоқ. Баяғыда әжеміз осы пешке бізге нан пісіріп беретін. Құдай қаласа енді келесі видеоны осы нан пешті ашып, мынау сылағы түскен жерін сылап, ертең біз қалай нан пісіру керек екендігін көрсетіп, сол наннан дәм тататын боламыз.